О, балалар, сендер ертегі тыңдағыларың келеді ма? Жарайсыңдар. Олай болса, айтып берейін. Сонау ертеде табиғаты керемет, жануарлары тату әрі мейірімді бір керемет тоғай болыпты. Ол жердің кереметтілігі соншалықты аңдар еш қорықпай, еш уайымдамай өмір сүре береді екен. Жыртқыштар мен сүтқоректілер бір жерде. Ал сасық күзен де еш қорықпай, айналасына қарап, еркін өмір сүрген. Тіпті қорқақ қоян да еш қорықпай, көшеде емін еркін жүрген екен. Мәне, бұлттың бір тамшысы туралы ертегі осылай басталды. Мен өте кішкентаймын. Менің қолымнан түк те келмейді. Әрі тым әлсізбін. Қалайсың, досым? Саған не болды? Уайымдайтындай ештеңке болған жоқ. Менің ойымша, саған бір нәрсе болды. Еш қорықпай, бәрін маған айта берсең болады. Уайымдама. Біз тым кішкентаймыз. Біз жерге түскеннен кейін бәрі бізді ешкім байқамайды. Ол не дегенің, досым? Біз өте маңыздымыз. Өтірік айтасың. Саған сенбеймін. Мені жер бетінде ешкім күтіп отырған жоқ. Менсіз де жер беті бақытты. Мен оларға тек қайға апарамын. Айтқан бетіңнен қайтпайды екенсің. Олай болса, жер бетіне екеуміз бірге барамыз. Қалай қарайсың? Неге? Жер бетіне өзіңнің қаншалықты маңызды екеніңді өз көзіңмен көретін боласың. Жарай ма? Сен рас айтып тұрсың ба? Олай болса, жер бетіне тезірек барайық. Кет. Тоқта, асықпа. Асықпасаң да барып үлгереміз. Жер бетін көптен бері көру арманым еді. Ақыры арманыма жеттім. Бірақ бұл жерге не болған? Бұл жер кезінде өте әдемі еді. Ал қазіргі түрі мүлдем басқаша. Шамасы бұл жерде құрғақшылық орнаған. Я, құрғақшылық орнаған бұл жерде. Сене алар емеспін. Бірақ қалай? Жүре ғой. Анық қанаған өздерінен сұрап білейік. Сәлеметсіз бе? Жағдайыңыз қалай, Аю мырза? Бұл жағдайдың несін сұрайсыңдар? Қазір өте нашар. Бәлкім біз сізге көмектесіп қалармыз. Айтпасқа қоймадың. Аралардың барлығы бұл тоғайдан кетіп қалды. Енді мен бал таппай жүрмін. Уайымдамаңыз, біз сізге көмектесеміз. Қазір келеміз, Аю аға. Осылай екі жаңбыр тамшысы аралардың мекеніне барды. Сәлем, аралар. Сендер неге бұл маңнан кетіп бара жатырсыңдар? Сәлеметсің бе? Себебі бұл жерде гүлдердің саны азайып кетті. Бізге гүлдерден тозаң жинау қиын болып барады. Сол үшін гүлдері көп жерді іздеп барамыз. Сендер гүлдердің неге азайып кеткенін білесіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Сендерге айтар ақылым, бұл маңнан тез кетіңдер. Сау болыңдар. Сау бол, ара. Ал енді не істейміз? Бәлкім гүлден барып сұрап көреріміз. Жарайды. Олай болса, кеттік. Гүлге барайық. Тез. Сәлеметсіңдер ме, гүлдер? Жағдайларың қалай?
Сәлем, саған не керек? Аралар бұл жерден кетіп бара жатыр екен. Себебі гүлдер азайып кетті дейді. Білуге болады ма? Сендер неге азайып кеттіңдер? Себебі осынге дейін мына аспандағы бұлттардан үнемі кішкентай тамшылар жаңбыр жауып тұратын. Қазір жаңбыр жаумайтын болды. Ал біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Сондықтан біз кетіп бара жатырмыз. Рас па? Сендерге кішкентай тамшының өзі маңызды ма? Иә, су тіршілік көзі деген сөз бар. Су болмаса, мына жануарларды да шөл қысады. Ал ағаштар қурайды. Балықтарға өте қиын болады. Себебі олар суда өмір сүреді. Міне, судың жер бетіне маңызы өте көп. Рахмет саған гүл. Сен маған кішкене ғана тамшының қаншалықты маңызды екеніне көзімді жеткіздің. Сау бол, тамшы. Көріскенше, сау болыңдар. Көрдің бе? Ал сен кішкене ғана тамшымын, ешкімге керек емеспін дейсің. Иә, көзім жетті. Егер су болмаса, барлық өсімдіктерге қиын болады екен. Иә, сендердің де судың қаншалықты маңызды екеніне көздерің жетті ма? Сол үшін бұдан былай суды үнемдеп пайдалану керек. Міне, сол күннен кейін тоғайға молынан жаңбыр жауып, тоғай әп-сәтте өз қалпына келген екен. Жануарлары тату, әрі бақытты. Міне балалар, су табиғат үшін өте маңызды. Суды ысырап қылмай пайдалану керек. Ал сендер ысырап қылмай суды пайдаланасыңдар ма? Жарайсыңдар. Олай болса, сау болыңдар балақайлар.